Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен мен iPad арқылы, планшет арқылы қалай конспектлеу керек және қандай конспектімен мен қолданамын, бұл туралы бөлісетін боламын. Ал ендеше дайын болсаңыздар, ары қарай жалғастырайық. Негізгі қолданатын программаларым ол Keynote, Pages, Trello, GoodNotes, заметки, документы, Telegram, Notability басында қолданғанмын, книги және CapCut, YouTube программаларын өте көп қолданамын. Яғни бұл басты бетімді жақта көре аласыздар. Бұл жақтағы менің GoodNotes программасын сіздерге көрсетейін, қалай қолданамын, не жасаймын деген секілді. GoodNotes программасы ол конспектлеуге арналған программа. Оның бір минусы GoodNotes ол бізде ақылы түрде ғана доступта бар. GoodNotes программасында ең қызығы бұл бірінші жаңа бір бетті ашайын. Блокнотты ашайық. Бұл жақтағы функция, ол жақта блокнот та бар, папкаларды создавать етуге болады, немесе кез келген сіздегі бар PDF файлдағы немесе презентация түріндегі файлдар болатын болса, соны GoodNotes-қа салып, үстінен өзіңіз қосымша заметкалар жасай аласыз. Яғни GoodNotes программасын аштым, біз шаблондарын өзгерте аламыз. Бұл жақтағы менде негізі стилусты басында iPad-пен бірге сатып алдым. Бұл стилустың артықшылығы, яғни сіз конспектлеу жасай аласыз. Бұл Apple Pencil болсын, немесе басқа да пенсилдардың түрлері бар. Яғни әрине Apple Pencil жақсы, бірақ егерде қаражат жағынан қымбат десеңіздер, кәдімгі пенсилдарды сатып алуға болады. Енді яғни бірінші нәрсе ол біз кез келген бір тақырыпты алайық. Яғни осылай біз жаза аламыз. Мысалы айтайын, біріншілік иммунодефициттер. Бұл жақта қаламның қаншалықты қалыңдығын таңдауға болады. Егерде ары қарай қалың емес, жұқа түрінде жазғыңыз келсе, оны да таңдай аласыз. Одан кейін бізде яғни тақырыбы болғандықтан оны ерекшелеу үшін хайлайтты бассақ болады. Қандай түсті қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Яғни мен сары түсті қолдандым. Біріншілік иммунодефициттер дегенді осылай белгілеймін. Ары қарай бізде тексттің өзі басқа түсті таңдауға болады. Байқасаңыздар, мысалы бір қателік кетті дейік. Осы қатені өшіру үшін өшіргішті қолданамыз. Екінші тұрған ең жақсысы қателеріңіз болса өшіре аласыздар. Немесе анықтаманы басқа жерге ауыстырам десеңіз, лассоны, яғни пунктерлерді қолдануға болады басқа жерге ауыстыруға. Сіздерге дайын конспектілерінің түрімен көрсетейін. Мысалы, бронхиальная астманың алдында механизмдермен бөліскен болатынмын. Сол механизмнің GoodNotes-дағы түрі. Яғни осы жерде біз кез келген жерін сыза аламыз, немесе осылай боя аламыз, немесе мұнда сурет қоя аламыз, кез келген суретті, немесе текст жаза аламыз мына жақта, яғни кез келген. Патофизиология. Бронхтық демікпенің, астманың патофизиологиясы деген секілді. Бұл да ғажап емес. Одан кейін біз стикерлер қосуға болады, тағы да басқа заттар жасауға болады. Және жақындатып жазғыңыз келсе, мысалы кейбір кезде болады почерктарыңыз онша емес болып қалса, жақындатып жазған кезде ол жақсырақ жазылады. Мысалы мына жақта патофизиология. Мысалы мына жақта патофизиология десек. Және сонымен қатар бізде өздеріңіз жаңа бір файл аша аласыздар. Например, мына жақта алсақ, мысалы, папка деп, создать папку деп өзіңіз жаза аласыздар. Мен мына жақта новый папканы создавать етіп қойдым. Residency files. Және осы жерде жаңа бір карточканы да создавать етуге болады. Егер де сізге бір нәрсені қайтадан қайталау керек болатын болса, онда набор карточек дегенді бассаңыздар, өздеріңізге флеш карточка ретінде жасай аласыздар. Яғни мына жақта мен уже жасап қойғанмын набор карточек. Мысалы, phagocyte deficiency, фагоцитоздық жетіспеушілік, және оның суреті. Егер де маған керек болатын болса, учить деп басамын да, умное повторение дегенді басып, тренировка жасаймын. Яғни phagocyte deficiency, ол дегеніміз не деген секілді. Ал мына жақта суреті тұрады артық бетінде. Осылайша біз карточка арқылы бірнеше сұрақтардың жауабын қайталай аламыз. Немесе осы жерде тағы да карточкалар создавать етсеңіз болады. Ол мысалы ағылшын тіліндегі сөздер болсын. Pathophysiology. Pathophysiology дегеннің ағылшынша несі, яғни оның бұл жақта изображение емес, жай сөз болса да болады. Мысалы, pathophysiology дегеніміз не? Ол патофизиология. Аудармасында жаздым, яғни учить карточку десеңіз, қайтадан осылай шығады. Pathophysiology, патофизиология деген секілді. Бұл ағылшын тілін үйренуге де өте жақсы программалардың бірі. Ол карточка.
келесі зат ол бағанағы айтқанымдай барлығы бір папканың ішінде тұрады. Мысалы иммунологияға байланысты мен резидентураның практикалда болып жатқан заттардың барлығын жазатыным бөлек, конспектілер бөлек және иммунологияға байланысты бірнеше ақпараттардың барлығын жинақтағанмын. Алдында айтқанымдай кәдімгі яғни презентация түріндегі бір файлдарды сіз өзіңіз үстіне жазып қоя аласыз. Мысалы иммун тапшылық жағдайларды тудыратын 12 факторлар бар және сол факторлардың өзінің буклеті бар да. Мысалы осы буклетті маған керек болса PDF файлдағы файлдың өзін GoodNotes'тың өзіне жібере аламын және сол жақта заметка ретінде жаза аламын. Сіз егер де өзіңізге қажетті бір видеоны көріп қалсаңыз, оны YouTube'да мысалы қарап отырып және жазуға болады бірден. Primary immunodeficiency деген маған осы сурет ұнап тұр. Және оны бірден осы жерде скринға жасап алып, бірден программа GoodNotes'тың ішіне орната аламын. Яғни сохранить фото деймін. Және мына жерде фотоның ішінен таңдай аламын. Primary immunodeficiency деген екен. Егер видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз және достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.